Елімізде жоғары октанды бензин шығаруға қажетті шетелдік қоспаға тәуелділік жойылады. Себебі Шымкентте метил трет бутил эфирін өндіретін зауыттың құрылысы басталды. Құны 13,7 миллиард теңге тұратын жобаға Қазақстанның даму банкі қолдау көрсетіп отыр. Кәсіпорын ағымдағы жылдың жазында қолданысқа беріліп, 152 жаңа жұмыс орны пайда болады деп күтілуде. Метил трет бутил эфирі бұл К4 және К5 экологиялық сыныптағы жоғары октанды бензин өндіру үшін қажет маңызды қоспа саналады. Бүгінде қазақстандық мұнай өңдеу зауыттарының аталмыш шикізатқа мұқтаждығы 80 мың тоннаны құрайды. Ал елімізде осыған дейін жұмыс істеп келген жалғыз зауыттың қауқары 20 мың тоннаға ғана жеткендіктен қоспа импортталып келді. Сұранысты отандық кәсіпорындардың күшімен өтеу мақсатында жобаға мемлекет қуана қолдау көрсетіп отыр. Несиенің жалпы сомасы 13,7 миллиард теңге, 9 миллиардын Қазақстан даму банкі қаржыландырды, қалған 4,7 миллиардты акционерлер, жаңа компания өзі қаржыландырып отыр бұл проектті. 10 жылға беріп отырмыз, пайызы 9,5%. Жобаның жылдық қуаты 57 мың тонна, негізгі сатып алушы Шымкент мұнай өңдеу зауыты. Қос кәсіпорын 10 жыл мерзімге алдын ала келісімге отырған. Нарықтағы сұраныс біршама жоғары, өйткені Қазақстандағы қазірге бар мұнай өңдеу зауыттарының барлығы қажет етеді бұл өнімді. Бізде мүмкіндіктер бар, сақтауға, жеткізуге, құю, алу орындары жақын алыс рынктарға, нарықтарға сата аламыз. Банк қаржысы зауытты жобалауға және құрылыс жұмыстары мен қажетті жабдықтарды сатып алуға жұмсалады. Кәсіпорын метил трет бутил эфирін дайындауда халықаралық көшбасшылардың бірі саналатын француздық Эксенс компаниясының технологиясы бойынша жұмыс жасайтын болады. Алмас Мұсабеков, Азиз Сатиев, Атамекен бизнес арнасы.